Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы Батыр ата Қасым Қайсенов. Мақсатымыз Ұлы Отан соғысы, оның зардаптары, ұлы жеңіс туралы мағлұмат беру. Отан үшін жан қиған ардагерлеріміздің ерлігін үлгі ете отырып, оларды құрметтеуге тәрбиелеу. Оқушыларды адамгершілікке, отан сүюге, оны қорғауға баулу. Аты аңызға айналған батыр Қасым Қайсенов. Қасым Қайсенов 1918 жылы 23 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданындағы Асубұлақ ауылында дүниеге келді. Туған ауылында орталау мектепті бітірген соң 1934 жылы Өскемен қаласы саяси ағарту техникумына түсіп, оны 1938 жылы бітірген. Арнайы білім алып инспектор болып қызмет істейді. 1939 жылы әскери мектепке түседі. 1941 жылы күзінде бітіріп шығады. Оңтүстік батыс майдан штабының қарамағына жіберіледі. Гитлершілер басып алған Украина жеріне жау тылына аттанады. Қасым Қайсеновтың тұңғыш шығармасы 1954 жылы «Жас партизандар» деген атпен жарық көрді. Қасым Қайсенов Ұлы Отан соғысының қиын қыстау кезеңін, жауынгерлердің жанқиярлық ерлігін шынайы суреттеген. Оқушы жұртшылыққа кеңінен мәлім көптеген шығармалардың авторы. 1954 жылы орыс тілінде «Жас партизандар» атты алғашқы кітабы жарық көріп, одан кейінгі кездерде «Илико Витряк», «Ажал аузынан», «Жау тылындағы бала», «Днепрде», «Жау тылында», «Партизан соқпақтары» тағы басқа әңгімелері оқырман қолына тиді. Бұл шығармалары орыс, украин, басқа да көптеген тілдерге аударылған. Кейінгі кездері елімнің ертеңіне сенемін, естеліктер мен жазбалар тағы да басқа кітаптары жарық көрді. Сонымен қатар Қасым Қайсеновтың марапаттары да көптеген марапаттары да болған. Мысалы, Отан соғысы, Богдан Хмельницкий, Чехословакия партизандары, Украинаның за заслуга ордендерімен, Кеңестер одағының көптеген орден медалдарымен марапатталған. Қазақстан жазушылар одағының Бауыржан Момышұлы атындағы әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның халық қаһарманы. Қасым Қайсенов Ұлы Отан соғысының батыры, Қазақстанның халық қаһарманы, халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты, жазушы, партизан, публицист. Қасым Қайсеновтың шығармашылық мұрасына арналады. Қасым Қайсенов қазақ әдебиеті мен журналистикасының өркендеп дамып қанат жаюына үлкен үлес қосқан талғамы биік суреткер. Көсем сөз туындыларының өзіндік келбетімен танылған бірегей қаламгер. Ерлік аңсаған жас ұрпақтың ең сүйікті кейіпкері, ерлік аңсаған жас оқырманның ең сүйікті жазушысы, тәуелсіз Қазақстанның ең алғашқы халық қаһарманы, ұлттық батыры. Және қаламгердің жарыққа шыққан еңбектерін мына жерде көріп отырсыздар. Қасым Қайсенов 1941 жылы қараша айында партизан отрядын құру үшін жау тылына түсіріледі. Ол жерде Шапаев атындағы партизан құрамасының 3-ші отрядын басқарды. Соғыс аяқталған соң Қазақстанға оралып, әйгілі партизан Ұлы Отан соғысы жылдарындағы батырлығы үшін халық қаһарманы атағын иеленді. Әжем айтса ертеңінің маңызын, тез таусылып қалушы еді таңызын. Ендігіге біздің Қасым Қайсенов ертеңгіден ұзағырақ аңызын.
ерлерім көп, мен де соның бірімін. Жөні басқа аңыз болған тірінің, жөні басқа оттың, судың, жел құздың, адам заттан жаратылған пірінің. Құз басынан құласа да бір түнде, бәрібір ол баз баяғы сертінде, халық дейтін періштесі қаққан соң, оған ешбір дарымайды дертіңде.